Қызылорда облысына жұмыс сапары барысында көлік министрі Марат Қарабаев өңір әкімі Нұрлыбек Нәлібаевпен бірге облыс орталығында шоғырланған көлік инфрақұрылымының негізгі нысандарын аралады. Қазақстан теміржол ұлттық компаниясы акционерлік қоғам өкілдері министр мен облыс әкіміне теміржол вокзалы ғимаратындағы күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының нәтижелері туралы айтып берді. Қалпына келтіру жұмыстары аясында қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша іс-шаралар жүргізілген. Әрі қарай Марат Қарабаев Салтанат автовокзалының жұмысымен танысып, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы пайдалануға беруге дайындалып жатқан автовокзалға барды. Нысанның құрылысы осы жылдың шілде айында басталып, бүгінгі таңда жұмыстар 85%-ға аяқталған. Қызылорда қаласының әуе айлағындағы жұмыс барысы туралы баяндамамен Қорқыт Ата әуежайы акционерлік қоғамы басшылығы есеп берді. Айлақ объектісінде өткізу қабілетін сағатына 250 жолаушыға дейін арттыру бойынша құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Жалпы осы Қызылорда өңіріне жасап алған сапар арасында бізден бірге барша көлік саласына жауапты мамандар бірге осында келді. Ол автожол саласы, құрылыс саласы, авиация саласы, одан соң жаңада теміржол саласы, көлік бақылау және су теміржол мәселесіндегі тиісті мамандар. Ол бірінші. Ең келген мақсат әрине осы облыста атқарылып жатқан жұмыстармен танысу. Оның ішінде жаңағы салынып жатқан теміржол вокзалының реконструкция өтіп жатқан соның жұмысымен таныстық. Жаңа салынып жатқан автобекетпен таныстық, оның жұмысымен таныстық. Оған қоса кеше мына Ұлытау облысынан, яғни Жезқазғаннан осы қарай жүріп келдік. Сондағы қазір 5 участка бөлінген 200-ден астам шақырым жолда тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның құрылысымен таныстық. Ол жақта біздің жоспарымыз келесі жыл сол 5 учасканың 2-еуін толығымен бітіреміз деп отырмыз. Алдағы жылда, одан соң кері 25 жылға қарай жалпы Қызылорда облысы бойынша осы Қызылорда Жезқазған бағытына салынып жатқан 200-ден астам шақырым жолды толығымен іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар көлік министрі Асқар Тоқмағамбетов атындағы Қызылорда мәдениет үйінде жергілікті халықпен кездесті. Кездесуде жолаушыларды автомобильмен тасымалдау, темір жолшылардың кәсіби мерекесін атап өту және пойыз жүргізушілері үшін зейнеткерлікке шығу жасын азайтудың өзекті мәселелері көтерілді. Министрмен кездесуге жалпы саны 300-ге жуық облыс тұрғыны жиналған. Азаматтардың көлік ведомствосының басшысына жолдаған өтініштерінің басым бөлігі Қызылорда қаласының Маңғыстау және Атырау облыстарымен тікелей байланыстыратын жол салу қажеттілігіне қатысты болды. Марат Қарабаев кездесуде министрлік елдің көлік әлеуетін дамыту жөніндегі міндет шеңберінде Қазақстанның батысын елдің орталығымен сол жерден солтүстік, шығыс және оңтүстік өңірлеріне байланыстыратын үлкен жоба тұжырымдамасын қарастырып жатқанын хабарлады. Қызылорда өңірінің инфрақұрылымдық нысандарын аралағаннан кейін көлік министрі автокөлікпен Түркістан облысына барып, Самара-Шымкент автожолының Қызылорда-Түркістан ақылы учаскесін қарап шығады.